Елорда балабақшаларында мерзім өткен дәрі-дәрмектер сақталған. Бүгін Астана қаласы прокуратурасының өкілдері осылай деп мәлімдеді. Мұндай жағдай бір емес, 6 балабақшада орын алған. Тағы мектеп алды мекеменің медициналық қызметті жүзеге асыруға лицензиясы жоқ болып шықты. Абырой болғанда мерзім өткен дәрілерді балалар тұтынбаған. Бұл деректің барлығы балапан бағдарламасының орындалу барысын прокурорлар тексерген кезде әшкере болып отыр. Заңды белшеден басқан астаналық балабақшалардың бірі Еркемай дейді тексеруші орган өкілдері. Қызмет бабын асыра пайдаланған ондағы лауазымды тұлғалар соңғы бір жылдың көлемінде әртүрлі қызметте 8 адамды қабылдаған. Олардың үшеуі іс жүзінде балабақшада мүлде жұмыс істемеген. Сол 8 жұмысшыға 2 миллион теңгеге жуық жалақы да төленіп келген. Қызмет өкілеттілігін теріс пайдалана отырып, олжа иелену мақсатында меңгеруші ай сайын кезекпенен балабақша есепшісі мен әдіскерге осы 8 қызметкерлердің банк карточкаларын беру арқылы 1 миллион 980 мың теңгені өз пайдасына алып, өз мүддесіне пайдаланған. Астана қаласы прокуратурасы осы факті бойынша қылмыстық іс қозғады.